Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, әріптестер. Қыздарға тән ұлттық мәдениет сипаттары атты танымды әңгімемізді назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ халқында қыз елдің көркі, гүл жердің көркі деген мақал бар. Мақалдың мәні қыз баланың нәзіктігін, сүйкімділігін, салтқа беріктігін білдіреді. Өйткені қыз баланың тәрбиелі, әдепті болып өсуіне, оның өскен ортасының, бірге жүрген құрбы-құрдастарының, дос-жарандарының әсері мол. Халқымыздың қызың өссе, қызы жақсымен ауылдас бол, қызға қырық үйден тыю деген нақыл сөздері өмір тәжірибесінен алынғаны сөзсіз. Сондықтан да қыз баланың бойында ақылдылық, инабаттылық сынды жақсы қасиеттер жастайынан қалыптасуы тиіс. Халық өнерсіз қыздан без, өнегесіз ұлдан без деп тегін айтпаған. Абай атамыз ары бар, ақылы бар, ұяты бар ата-ананың қызынан қапы қалма деген сөздің қыздың тәрбиесі оның ата-анасына да көп байланысты екенін білдіріп тұрғандай. Қызға қырық үйден тыйым дейді қазақ. Бүгінгі күні қазақ қызының бейнесін, болмысын ұмытып бара жатқан сияқтымыз. Олай болса, өз бойымыздағы қасиеттер мен мінез-құлықты саралап, қазақ қызының болмысындағы қасиеттермен салыстырып көрелік. Қазақ қызына тән қасиеттер. Қазақта қыз баласы ұяңда инабатты, сыпайы болған, ер адамға тік қарамаған, жүріс-тұрысы салмақты болып, сызылып, сыпайы қозғалған. Ешкімнің сөзін бөлмеген, жөнсіз, әдепсіз сөйлемеген, кісінің алдын кесіп өтпеген, дауыс көтермей, бәсең дауыспен сөйлеген, кешкілік жалғыз жүрмеген, өсек өтірік айтпаған, адамға қарап есінеп не керілмеген, тамақты асап жемеген, біреудің алдында киім ауыстырмаған, салт дәстүрден аттамаған, ішімдік ішпеген, шылым шекпеген, тәкаппарлыққа жол бермеген, шектен тыс боянып, жасанбаған. Мұның бәрі ескіліктің емес, тектіліктің сарқыншағы екенін ұғынайық. Қыз баланы ұқыптылыққа, тазалыққа, үлкенді және достарын сыйлауға, мектепте өзін-өзі ұстауға, қыздардың мінез тұрақтылығын қалыптастыра отырып, инабаттылыққа, әдептілікке, ізет пен мәдениеттілікке тәрбиелеу. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.